Ассалаумағалейкум барша қазақ елі және менің арнам жазушылары. Бүгінгі менің тақырыбым сіздерге алдыңғы жолда уәде еткен стабилизатор дейді. Яғни қазақшасы қалай аударылатынын білмеймін. Стабилизатор тұрақты ұстап тұрушы ғой енді. Сол құрылғыны сіздерге көрсететін болам. Оны мен AliExpress, яғни Қытайдан сатып алған болатын, тапсырыспен алдырған болатын. Негізі келгені 2 айдай болды. Алдыңғы бір-екі рет бейне түсіріп көрдім, жақсы. Әуесқойларға жарайды енді. Өзінің бағасына тұрады деген ғой, 20 жоқ тұрады. Жеңілдіктермен 18.000 алдым. Қазір енді сол құрылғыны сіздерге көрсетемін. Міне, мынау сол қорабында жатқан, орысша айтқанда стабилизатор. Қазақшасы, яғни тұрақтандырғыш дейме, қазақшасы енді. Оның қазақшасы жоқ әзірге. Орысшасы да точно стабилизатор болуы білмеймін. Бірақ солай айтамыз ғой. Қазір мен бұны ашамын. Міне, негізі бірнеше құралдары болды, алып тастадым. Мынау зарядкасы, яғни қуат толтыратын несі, USB шнуры болды. Сосын мына жерде несі бар, қанандай, мына аяғында тұрғызып қоятын. Бұл сөніп тұр әзірге. Маркасы айтпақшы екен деген негізі. Оның қорабын мен лақтырып тастадым. Оның ешқандай несі, яғни жоқ болғасын. Мен стабилизаторымды қостым міне. Мынау жасыл не деген, жасыл жарық, ол қосылды деген сөз, жасыл түс. Мынау неге мен бұлдыр көрсетіп тұр. Мынаның бейненің настройкасын келтіру керек. Жоқ, бұл емес қой. Бұл емес. Міне құрылғы. Мынау соны жұмыс істеп тұрғандасы. Қазір мен бір сынған телефонымды алып салып көрейін. Жай. Сосын қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Міне достар, мен ескі телефонды тауып алдым, сынып қалған. Қазір соны тұрақтандырғыш емес, стабилизаторға қосып қойдым. Қазір қалай жұмыс істейтінін көрсетейін сіздерге. Мен басып қосып жатырмын. Міне, бұл тұрақтандырғыш. Мына жердегі мынаны бүйтіп басып қойсам, мысалы мен түсіріп жатыр деп ойлаңыздар мені. Онда ана жердегі точканы, яғни алып тұрған нүктені, соны мына қалай бұрсам да соған қарай бұрыла береді бұл. Яғни бүйтсем де мені. Кілттікке қойып қойдым, сол жерде кілттеп қойдым. Түсіріп жатыр. Енді міне. Неге бұлдыр маған? Міне зөйленді.
Оны ортасына қойсам, ол онда осы бағытты өзі қай уақытқа түсіресің өзің білесің. Міне қозғалып тұра береді. Міне жоғары көтерсем жоғары көтеріледі. Осындай құрылғы. Жарайды. Оны бұлай тігінен де қоюға болады. Ол үшін бізге бұның міне мынандай құрылғысы керек. Бұл астында тұратын құрылғысы. Аяқтары ғой, яғни мындай. Сіз қалай ұстайтынын көреміз қазір. Салмақты ұстай ала ма, телефонның салмағын ұстай алмай ма көреміз. Оны банағы аяқтарды үш тағанды мына түбіне бұраймыз. Телефонымызды, құрылғымызды қосып алайық. Міне. Достар, міне осылай түсіруге болады екен. Бір қалыпты. Яғни міне мен сіздерге көрсетем деген уәде еткен құрылғым осы. Бұл енді оригинал емес, яғни түпнұсқа емес. Бұл көшірме. Алиэкспресстен алдым. Алиэкспресстен 18.000 теңгенің шамасында тұратын құрылғы. Әртүрлі бағада бар. Енді мен осы өзіме жеткілікті, өзіме ыңғайлы деп алған құрылғым осы болды. Яғни адамдардың пікірлерімен санасып алған құрылғым. Екен 4 деп аталу керек. Қорабын дейтін. Негізі қорабы болды. Қорабын лақтырып жатық біздер. Енді ешқандай гарантия, яғни кепілдік берілмеген нәрсе болғасын қорабын ештеңесі сақтаған жоқпыз. Бұл енді өзі қуаттандырылады мына жанынан. Міне, осы жерден қуаттандырылады. Кез келген ұялы телефонның қуаттандырғышына үйлеседі. Мынандай. Ұмытпалды ғой. Осындай қуаттандырылады. Бұны аяғын қалай жұмыс істейтін көргім келген. Аяғы кішкене нелеу екен. Қатайту керек шығар мүмкін. Қатайтып бұраған сияқты. Бірақ енді қозғалмаса осылай тұратын нәрсе екен. Сыртта білмеймін, уәде бере алмайым. Сыртта кішкене жер бірдеме болады ғой. Жердің несіне құлап кетуі мүмкін. Іште видео түсіріп, блоктар түсіруге болады екен енді. Есті қойып бір жерге. Әңгіменді айтып дегендей. Жақсы, әзірге осы. Сау болыңыздар. Келесте айтпақшы, мен былтырғы алған дүрбім бар еді. Келесі бейнеге келесі аптада сол дүрбі туралы түсіретін болам. Дүрбі туралы айтатын болам. Әзірге сау болыңыздар.